Сайлау науқаны басталды. Тиісінше партиялар өздерінің ұстанымдарын білдіріп жатыр. Осындай кезекті бағдарламада Республика партиясының өкілі Абайды абай қылған Құнанбайдың малы деп кесіп айтты. Егер Құнанбайдың малы болмағанда, абай болмас еді, оның уақыты болмайтын еді, мал бағатын еді деп пікір білдірді. Осыған байланысты маман ретінде, абайтанушы ретінде пікір білдірсеңіз. Бұл енді үстірт көзқарас. Абайды танымаған адамның сөзі ғой. Жалпы Абайды мынау саясатқа, өзінің жеке мүддесіне, партиялық тартыс таласқа пайдаланып жатқан адамның үстірт ұшқары көзқарас деп қабылдау керек. Әрине, Құнанбай атамыз өте дәулетті адам болған, аға сұлтан болған. Бірақ тек қана ол малға байланысты нәрсе емес. Неге өйткені Құнанбай ең бірінші Абайдың ұстазы. Жалпы қазақта сөз бар. Сөйлей шешен болады, көре көсем болады, баулыған соң батыр болады дейді. Құнанбай біріншіден өзі өте текті жерден шыққан, екіншіден Абай атамызды қыран құстай баулыған. Жалпы Құнанбайдың кім екендігін білу үшін, Абайдың өмірінде алатын рөлі туралы білу үшін Абайдың Абдырахман өлгенде шығарған өлеңі бар. Сонда Абай атамыз айтады: арғы атасы қажы еді, пейіштен татқай шәрбәтті, жарықтықтың өнері айтуға тілді тербетті. Адалдық ақыл жасынан қозғапты, тыныштық бермепті. Мал түгіл жанға мырз еді, әр қиынға сермепті. Мұңлы шерлі жоқ жітік аңсап алтын кернепті. Бәрінің көңілін тындырып, біреуін ала көрмепті. Әділ мырза ер болып, әлемге жайған өрнекті. Қазақтың ұлы қамалап, аңсаған жүзін көрмекті. Ақылынан ап қайтқан, өміріне болар ермекті. Бұл сыпатты қазақтан дүниеге ешкім келмепті дейді. Сонда қараңыз, Абай атамыз, Құнанбай атамыздың кәдімгідей сипаттама беріп отыр Құнанбайдың рөлі туралы. Енді екінші бір өлеңінде тіпті Құнанбайдың образы ашыла түседі. Ол тағы да Абдырахман өлгенде Абай өзіне жұбату үшін шығарған өлеңдері ғой. Сонда Абай атамыз айтады: мұсылманға қоймаған орынсыз жанжал шатақты, ерегіскен жауларын кісен салып матапты. Зекет жиып егін сап тойдырған ғарып жатақты. Ескендір темір шыңғыстай мұсылманда атақты. Мұқым қазақ баласы тегіс ақыл сұрапты. Тобықтыны ел қылып басын жиып құрапты. Меккеде уақып үй салып, пәтер қып жаққан шырақты. Бір құдайдың жолына мал аямай болапты дейді. Сонда қарасаңыздар, Абай Құнанбайды Ескендір, Зұлқарнайын, Әмір Темір, Шыңғыс ханның қатарына қойып отыр ғой. Әрине, Құнанбайдың тек қана дәулетті адам болмаған, жаңағы айтқандай адалдық, тыныштық, ақыл дейді, жасынан тыныштық бермепті дейді. Әділ мырза ер болған Құнанбай. Біржан Салмен Саран айтысында бар ғой: қарадан шығып хан болған ер Құнанбай, жүріс оның кер бұландай деп. Сонда жаңағы осы Абайдың сөздері туралы Адольф Янушкевич те дәлелдейді. Адольф Янушкевич жаңағы малдың есебін алуға, жердің есебін алуға келеді ғой. Мал жанның есебін алуға қазақ даласы. Сонда Құнанбайды айтады ғой: Құнанбай бір бейне бұрап қойған сағат сияқты дейді. Таңертеңнен кешке дейін екі бүйірін таянып алып дейді, заң соғады дейді. Ол дала заңдарын, шариғат заңдарын, орыс заңдарын жатқа біледі дейді. Оның алдына төрелік айтуға дейді, орта жүздің қазақ емес дейді, ұлы жүздің де, кіші жүздің де қазақтары үздіксіз ағылып келіп жатады дейді. Оның қасында барақ төрелер дейді, оның дейді жаңағы жылуынан да келмейді дейді. Бұл анау кезіндегі атақты Мираболар сияқты өзінің еліне сүйікті адам дейді. Бетінде Қорасандағы шығып бар дейді, шешек шығып ауырғанда бүкіл ел басына жиналып, тілеуін тілеп, сол елдің дұғасымен жазылған дейді. Сіз ойлап қараңыз. Сондықтан жаңағы партия дебатында айтылған сөз, ол Құнанбайды танымаған, Абайды танымаған ұшқар пікір деп ойлаймын. Бірақ бұның шыққанда жақсы болды. Неге өйткені шын мәнінде біз Абайдың әкесі Құнанбайға назар аудара бастаймыз енді. Шынында Құнанбай кім деген сұраққа жауап беретін уақыт келген сияқты.
Әр істің бір қайыры бар. Әр істің қайыры бар. Көп рахмет пікіріңізге. Осы мәселеге байланысты алуан пікірлер өрбіп жатыр. Халыққа пайдалы болады деген сенімдеміз. Уақыт бөлгеніңізге алғыс білдіреміз. Жақсы.